Заводта болсаң күнбе-күн көрінер еді табысың. Дәрігер болсаң түрлемін сырқаулы жанның бағышын. Ал сенің еңбек жемісің өзгеше тіпті басқадан. Ол өзін арнап ел үшін осынау жүрген жақсы адам. Жақсы адам елдің тірегі, байлығы туған халықтың. Шапағын шашар үнемі көгінде тұрған жарық күн. Сан жастың қамын шертесің, тағдырын ойланып толғанып. Әр үйдің бір-бір еркесін үйреттің өзің қолға алып. Ұстассыз жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір сусыз жел. Көрінбес ғажап еңбектің бейнетін кешіп жүрсіздер. Жүректе тұра жалқының, жанымда жалын жігер күт. Ұстазым, сенің әр күні, әр сәтің тұрған бір ерлік. Мектепте оқып жүрген кезде Айсұлу Ембердиева апайымыз мәртебелі мамандықтың иесі ретінде де, мектептің білікті басшысы ретінде де оқушылардың, шәкірттерінің жадында сақталды. Ол кісінің кішілігі, оқушыларға деген ізеті біздің жүрегімізден өшпейтін, анық қайда жүрсек те
Айсұлу апайымызды айтып жүреміз. Ол кісіге деген құрметіміз зор. Бүгін біздің құрметті мұғаліміміз, ардақты апайымыз 60 жасқа келіп жатыр екен. Білім берусінде өзіндік орны бар. Шәкірттерінің санасына білімнің нұрын мықтап құйған мұғалім дейтін мәртебелі мамандықтың туын төмен түсірмеген Айсұлу апайымызға тек жақсылық тілейміз, жеміс тілейміз жұмысында. Ол кісінің алдынан өткен ондаған, жүздеген, мыңдаған мықты шәкірттер бар. Солардың барлығы да апайымызға тілеулес деп ойлаймыз. Ең бірінші кезекте денсаулығының зор болғанын қалаймыз. Сондықтан біз үшін сіз ең мықты мұғалімсіз, ең мықты ұстазсыз. Сіздің бойыңыздағы әрбір жақсы қасиет, мінсіз мінезіңіз шәкірттеріңізге дарып жатса, оның өзі де үлкен табыс деп ойлаймын.